Ораза кезеңіндегі 4-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Мен соқыр едім, енді көретін болдым. Құрметті бауырластарым, Інжілдің бүгінгі мәтіні бойынша Иса туғаннан соқыр болған адамға көру қабілетін қайтарады. Жохан жазған Інжіл 9:1-41. Бірақ бұл керемет сауығуды бәрі бірдей жақсы қабылдаған жоқ. Енді соны бірге қарастырайық. Алдымен мен сіздерден бір өтініш сұрағым келеді. Бүгін өздеріңіз Жохан жазған Інжілді ашып, осы керемет туралы әңгімені өздеріңіз оқып шығыңыздар. Жохан жазған Інжіл бұл оқиғаны өте көркем түрде баяндайды. Жохан жазған Інжілдің 9-шы тарауын 2 минутта оқып шығуға болады. Бұл тарау бізге Исаның қалай әрекет ететінін және адам жүрегінің қалай әрекет ететінін көрсетеді. Мейірімді жүректе, салқын жүректе, қорқақ жүректе, батыл жүректе қалай әрекет етеді. Сондықтан бүгін осы 9-шы тарауды оқып шығыңыздар. Бұл сіздерге игілік әкеледі. Ал адамдар Иса жасаған бұл кереметін қалай қабылдады? Ең алдымен Исаның шәкірттері туғаннан соқыр адамды көргенде ең маңызды нәрсеге емес, керексіз нәрселерге назар аударады. Олар, мынаның соқыр болып туғанына өз күнәсі себеп болды ма, әлде ата-анасынікі ме, деп сұрады. Жохан жазған Інжіл 9:2. Шәкірттері кінәлі кісіні іздеді. Біз де көбіне дәл осылай істейміз. Өйткені бұл бізге ыңғайлы болып көрінеді. Біз өмірдің нақты сұрақтарына жауап іздегеннен гөрі кінәлі адамды анықтағанды ұнатамыз. Бүгін өзімізге мынадай сұрақ қоя аламыз. Бұл туғаннан соқыр адамның біздің өміріміздегі мағынасы қандай? Ол бізден нені сұрайды? Иса зағип кісіні сауықтырғаннан кейін адамдардың түрлі пікірлері пайда болады. Ең алдымен соқыр кісінің көршілерінің пікірі. Олар күмәнмен қарайды да, мынау адам бұрын әрдайым соқыр болатын, оның енді көре бастауы мүмкін емес, бұл ол емес, басқа біреу, дейді. Бұл күмәншілдік. Олар үшін мұны қабылдау қиын. Олар бәрі бұрынғыдай қала бергенін қалайды. Бұл мәселені қозғамағанды жөн кереді. Олар бір нәрседен қорқады. Діни басшылардан қорқып, өз пікірлерін ашық айтпайды. Осы пікірлердің бәрінде адамның түрлі себептермен Исаның жасаған кереметіне жабық қалған жүрегі көрінеді. Мұндай адамдар көбіне кінәлі кісіні іздейді. Кереметке қуана алмайды, өзгергісі келмейді. Қорқынышқа беріледі. Біздің заманымызда да дәл осындай жағдайлар көп кездеседі. Біреу Исаның кереметі туралы куәлік бергенде, немесе Исаның ізгі хабары туралы айтқанда, бізде кейде дәл солай істейміз. Болған оқиғаға басқа түсініктеме іздейміз. Өзгергіміз келмейді. Ыңғайлы жол іздей бастап, шындықты қабылдағымыз келмейді. Бұл оқиғада дұрыс жауап берген жалғыз адам. Соқыр болып туған кісі. Ол шынымен көре алатынына қуанып, болғанды ең қарапайым сөздермен айтады. Мен соқыр едім, енді көретін болдым. Жохан жазған Інжіл 9:25. Зағип кісі шындықты айтады. Бұрын ол тірі қалу үшін қайыр сұрап отыруға мәжбүр еді. Адамдар оны туғаннан кедей, әрі соқыр болған үшін айыптап, өз күнәлары үшін, немесе ата-бабасының күнәлары үшін азап шегуі керек деп ойлайтын. Соқыр кісі адамдардың осындай теріс пікірлерінен көп азап шекті.
Ал енді ол тәні де, жаны да сауығып, Иса туралы айтады. Соқыр адам ештеңе ойдан шығармайды, ештеңені жасырмайды. Мен соқыр едім, енді көретін болдым, дейді ол. Ол адамдардың не айтатынынан қорықпайды. Өйткені ол өмір бойы адамдардың менсінбеуін, немқұрайлылығын, көшеде өтіп бара жатқан адамдардың қорлауын бастан кешірді. Оны қоғамның шетке қағылған адамы деп санап, тек аянышпен қарайтын. Енді де сауығып шыққан соң, ол менсінбеуден қорықпайды. Өйткені Иса оған адами қадір қасиетін қайтадан сыйлады. Бұл түсінікті. Әрқашан осылай болады. Иса бізді сауықтырғанда, бізге адами қадір қасиетімізді қайтарады. Иса беретін адами қасиет, шынайы қадір қасиет. Адами қадір қасиетіміз жүректің тереңінен туып, бүкіл өмірге жалғасады. Иса шабат күні көпшіліктің көз алдында соқыр адамды сауықтырып, оған көру қабілетін сыйлады. Бірақ Иса соқыр кісінен ештеңе сұрамады. Тіпті алғыс та күтпеді. Сондықтан сауыққан адам бұл туралы барлығын айтады. Міне, нағыз асыл адамның қадір қасиеті осында. Ол өзінің сауыққанын көреді. Оның өмірі жаңадан басталады. Ол қайта тірілгендей болады. Бүгінгі Інжілде айтылатын жаңа өмірге рухани қайта туу дегеніміз осы. Қымбатты бауырластарым, бүгінгі ізгі хабар осы оқиғадағы кейіпкерлер арқылы бізді де осы оқиғаның ортасына қояды. Сондықтан өзімізге мынадай сұрақ қояйық. Бұл оқиғада қай рөлдеміз? Егер біз сонда болғанда, не айтар едік? Ең алдымен, бүгін қалай әрекет етеміз? Сол соқыр адам сияқты жақсылықты көріп, Құдайдан алған сыйларымыз үшін алғыс айта аламыз ба? Өзімізден жеке-жеке сұрайықшы. Менің адами қадір қасиетім қандай күйде? Сенің адами қадір қасиетің қандай күйде? Біз Иса туралы басқаларға айтып жүрміз бе? Әлде керісінше адамдарды сынап, күмәнданумен айналысамыз ба? Біз теріс пікірлерден азатпыз ба, әлде өсек пен жағымсыз сөздерді таратып жүрміз бе? Иеміз Иса бізді сүйеді де, құтқарады деп айтуға қуаныштымыз ба? Әлде сол соқыр адамның әке-шешесідей адамдардың не ойлайтынынан қорқамыз ба? Жүрегі немқұрайлы адам шындықты қабылдай алмайды, және иә, бұл рас деп айтуға қорқады. Біз басқа адамдардың қиындықтарын қалай қабылдаймыз? Өмірінде көптеген шектеулері бар адамдарды қалай қабылдаймыз? Мысалы, осы соқыр адам сияқты дене жағынан шектеулі бар адамдарды, немесе көшеде көретін кедей адамдарды көріп, қалай қабылдаймыз? Мұны тек қолайсыздық деп санаймыз ба? Әлде оларды сүйіспеншілік арқылы өзімізге жақындатудың мүмкіндігі деп қабылдаймыз ба? Құрметті бауырластарым,
Бүгін Құдайдан мынаны сұрайық. Біз әр күн сайын Құдайдың сыйлары үшін алғыс білдіретін болып, өмірдің ең қиын жағдайларында қабылдап, Иса соқыр адамға жасағандай жақсылық жасай білейік. Әулие Мәриям Бикеш және оның әділ әрі адал жұбайы Әулие Жүсіп бізге осылай өмір сүруге көмектесе берсін. Аумин.